кәсіптік бағдар беру педагогының құжаттары осындай бір регистрге сауалнамалар деген файл, оқушылармен жұмыс, мұғалімдермен жұмыс және де ата-аналармен жұмыс, диагностикалық зерттеу, нормативтік құжаттар деп осындай 6 файлға қойып бір регистрдің ішіне жинақтауға болады. Біз сауалнамалар, әр алған сыныптың сауалнамаларын осыған жинап, тренинг, дөңгелек үстелді осыған жинап, және мұғалімдермен жұмыс деген папкаға әр мұғалімдермен өткізген ақыл кеңесті осыған жинап, 11-ші, 10-ші, 9-ші сыныптардың ата-аналарының жиналысына кіргенде осыған хаттамаларды түзіп, және диагностикалық зерттеуге қай оқушы қай бағытта кетіп бара жатыр осыған жинап, және нормативтік құжаттарға жинақтап, құжаттарды салып бекітіп алуға болады.